Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тіске басар корн-дог дайындаймыз. Балаларыңыз сүйсініп жеп қояры сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіз, видеоны соңына дейін қараңыз. Бір стақан ұнымызды саламыз. Үстінен 1-2 ас қасық құмшекер, 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ортасын осылай ашып қоямыз. Бөлек ыдысқа 1 жұмыртқамен, үлкен жұмыртқамен жарты стақан сүтімізді жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне құямыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Комочектер қалмау керек. Қамырымыз сұйықтау болғаны дұрыс. Егер қамырыңыз қою болып жатса, кішкене су қосып араластырып жіберсеңіз болады. Осындай масса болып шығады. Енді осыны стақанға құйып аламыз. Ал енді сосискиді дайындаймыз. Қабығын ашып, ортасына 2-ге бөлеміз. Немесе осылай ұзынша етіп те қуыра берсеңіз болады. Қолданар алдын сосискидің өзін бөлек қуырып алсаңыз болады. Шпажкеге осылай сосискаларымызды жақсылап тығып шығамыз. Негізі оригинал рецепте кукурузный мукамен жасалады, ал мен сіздерге қолжетімді вариантын көрсеттім. Енді жаңағы қамырымызға сосискиді осылай толығымен батырып аламыз. Қызып тұрған майда осылай айналдыра отырып пісіреміз. Барлығын осылай қайталап пісіріп шығамыз майда. Май қатты қызып кеткен болмауы қажет, өйткені қамырымыз шикі болып піспей қалуы мүмкін. Бірден сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта қойып, осылай айналдыра отырып асықпай пісіріп аламыз. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Лайк басып, пікір жаза отырыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз, жаңа рецепт шыққанда ең бірінші болып көретін боласыз. Корн-догты кетчуппен ұсынсаңыз өте керемет. Егер менің рецептімен жасаған болсаңыз, фотоңызды Instagram парақшаға жіберсеңіз болады. Міндетті түрде сториске белгілейтін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.